Армысыз оқырман, жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығы апта жаңалықтары сіздермен қайта қауышпақ. Бүгін эфирде мен Байша Аружан аңдатпаға кезек берейік. Қазан айының 3 күні Жайдарман ойындарының Тобыл қаласында облыстық жуниор мектеп лигасының іріктеу ойындары өтті. Ойынға Рудный, Қостанай, Тобыл, Арқалық қалаларының мектеп командалары қатысты. Арқалықтың намысын қорғаған жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының Позитив Жайдарман үйірмесінің тентектер командасы ерекше ойын көрсетіп, финалдық ойынға жолдама алды. Қазан күні қалалық жас ұлан ұйымының штаб тәрбиеленушілері қала тәлімгерлерін ұстаздар күнімен құттықтап, ізгі тілектер жазылған ашық хаттарын табыстады. Кезекті жиналысқа келген тәлімгерлер күтпеген тосын сыйға ризашылықтарын білдірді. Жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының блогерс клубының тәрбиеленушілері мен жетекшісі ұстаздар күніне арналған тәттісі бар ерекше тілек жазылған ашық хаттармен жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының ұстаздар қауымын құттықтап ерекше әсерге бөледі. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақындығы, ұстаз болу мінездің күн шуағы, азбай туған адамның алтындығы. Ұстаздар, сіздерді төл мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Құрметті жас ұлан балалар мен жасөспірімдер орталығының ұстаздар қауымы, сіздерді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Шыға шыңдарыңыз биік болсын. Біздің құттықтауымызды қабыл алыңыздар. Алғаш жүріп танытқан ұстаз деген жарықта бойға білім дарытқан нұр бұл. Еңбегі бар ақталған балақ қиялды тарман ұстазыма сақталған сүргін. Басиымен мәңгі
бұл әнді. Бүгінге жаңалықтарымыз осындай. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі эфирде кездескенше.